Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ерте ұйықтаймын. Мұғалім Хамадиева Меруерт Багдәулетовна. Ерте ұйықтаймын, рано ложусь спать. Сабақтың мақсаты. Балалар, жаңа сөздермен таныс боламыз. Познакомимся с новыми словами. Қашан, сабақтан кейін, сабаққа дейін, кешке, ерте, кеш. Дұрыс айт. Произнеси правильно. Қашан, түсті, түсті. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып аламыз. Оқы қайтала. Мен түске дейін мектепке барамын. Түске дейін мектепке барамын. Дейін, до. Сен түстен кейін биге күреске барасың. Түстен кейін, после. Ол кешке футбол ойнайды. Он играет в футбол вечером. Кешке. Сіз ерте жатасыз. Ерте. Вы ложитесь рано. Сіз кеш жатасыз. Вы ложитесь поздно. Ерте, рано, кеш, поздно. Жақсы, мәтінді оқимыз. Мен таңертең ерте тұрамын. Рано встаю. Түске дейін мектепке барамын. Сағат 1-де үйге келемін. Тамақ ішемін. Тамақ ішіп отыр бала. Посмотрите на картинку. Бала не істеп отыр? Бала тамақ ішеді. Мектептен кейін үйіне келіп тамақ ішеді. Түстен кейін сабақ оқимын. Тамақ ішеді. Бала не істейді? Бала сабақ оқиды. Теледидар көремін. Бала не істейді? Бала теледидар көреді. Бала мультфильм көреді. 8-де тамақ ішемін. Кешке ерте ұйықтаймын. Ерте, рано. Сен ерте ұйықтайсың ба? Кеш ұйықтайсың ба? Қою қаріппен жазылған сөздерге сұрақ қоямыз. Задаем вопросы. Ерте. Ерте тұрамын. Түске дейін. Барамын. Қашан? Түске дейін. Сағат 1-де. Нешеде? Түстен кейін сабақ оқимын. Қашан? 8-де. Нешеде? 8-де. Кешке ерте ұйықтаймын. Кешке ерте. Қашан? Жақсы балалар. Бала тамақ ішеді, бала сабақ оқиды және теледидар көреді. Мультфильм көреді. Айтылым тапсырмасы. Сағат неше болды? Задание по говорению. Суретке қараймыз. Посмотрите на картинку. Сағат неше болды? Сағат тура 7 болды. Ерте, рано. Сағат неше болды? Екінші суретте. Сағат 9 болды. Сағат неше болды? Сағат 10-нан 10 минут кетті. Кеш, поздно. Жақсы. Жазылым тапсырмасы. Тесті қосымшаны жалғап жаз. Напишите нужное окончание. Бұл менің інім. Ол таңертең 7-де тұрады. 7 деген сөз бізде жіңішке сөз. Оған жіңішке жауап жалғаймыз. Слово 7 мягкое слово, добавляем мягкое окончание. 7-де. Арғарай осы тәртіппен қажетті қосымшаны жалғап жазамыз. Қараймыз балар. Жарым. Жарым деген бізде қандай сөз? Жуан сөз, твердое слово. Оған біз жуан жалғау жалғаймыз, добавляем твердое окончание. Түс деген қандай сөз? Түс деген жіңішке сөз. Жіңішке жалғау жалғаймыз. Жақсы. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.